Гиннес рекордтар кітабына енген адамдар кез келген кісіні таңдандырмай қоймайды. Сондай ең қызық адамдар келбетінің бір парасын ұсынамыз. Такеру Кобаяши. Әлемдегі ең жылдам тамақ жегіш адам. Ол 3 минутта 67 гамбургер жей алады. Кала Каиви. Құлақ тесігі ең үлкен адам. Ким Гудман. Ол көзімен ерекшеленеді. Ахмет Тавци. 1 минутта 43 қарбызды басымен жарады. Бұл оның 50 жылдан бері айналысатын сүйікті ісі. Джонни Стрэндж. 670 килограмм ұшақты құлағымен 20 метрге дейін тарта алады. Динеш Упадхья. 1 минутта аузына 89 жүзім сала алады. Ли Лонглонг. Сатыға басымен көтеріле біледі. Әлемде Олимпиада медалін ең көп иеленген спортшы Майкл Фелпстің есімі де рекордтар кітабына енеді. Өзінің спорттық карьерасында Фелпс 28 Олимпиада медалін жеңіп алған. Оның ішінде 23 алтын, 3 күміс және 2 қола медальдар бар. Ол 5 олимпиадалық ойындарда бірнеше медаль жеңіп алған. Сондықтан сарапшылар оның бұл рекордты мәңгі сақтайтынына күмән келтірмейді. Америка құрама штаттары әскери мақсатта пайдаланылған алғашқы атом бомбасын Жапонияның Хиросима қаласына тастағанда 150 мыңға жуық жапондық бірден, кейбірі уақыт өте келе радиациялық күйік пен сәулеленудің салдарынан қайтыс болған. Хиросимаға лақтырылғаннан 2 күн өткен соң семіз адам деп аталатын тағы бір бомба Нагасакиге лақтырылады. Цутоми Ямагути деген адам 2 қаладағы бомбалаудан дін аман қалды және ол 93 жасқа дейін өмір сүріп 2010 жылы асқазан обырынан қайтыс болады. Адамның мүмкіндігі шексіз. Адам денесінің физикалық мүмкіндіктерінің шексіз екендігі бұрыннан белгілі. Ғалымдар бұған ғылыми дәлел іздеп жатқанда, ғалам тұрғындары сөзден іске көшіп, өз мүмкіндіктерінің шегін көрсетуде. Рекорд 24 минут 11 секундқа тыныс алу. Медицина қарапайым жаттықпаған адамның 5 минут уақыт оттегісіз өмір сүре алатынын айтады. Ал сүңгуірлер су астында 9 минутқа дейін дем алмай жүзе алады. Бұл шектеулі уақыттан кейін ауа жетпесе, адамның өліп кетуі әбден мүмкін. Алайда 2016 жылы испандық спортшы Алекс Сегура 24 минут 3 секунд су астында тыныс алу құралынсыз болған. Ал 2 жылдан кейін хорваттық Будимир Шобат бұл рекордты бұзып, су астында оттегсіз тыныс алмаудың уақытын 8 секундқа ұзартты. Бұл рекорд ең көп араға талану. Ара шағады деген қорқыныш адам бойында бала кезінен бастап қалыптасатын секілді. Әйтеуір ара көрсек кәдуілгідей одан қаша жөнелетініміз де рас. Ал қытайлық Гао Бенгтің арадан қорықпайтыны былай тұрсын, ол 2014 жылы денесіне 1,1 миллион араны қонақтатып, осылайша 1 сағат бойы аралармен сұхбат құрып отырған. Оның денесіне қонақтаған аралардың салмағы шамамен 109 килограмм болған. Аралардың арасында Гао Бенгті тістеп шағып алғандары да болған. Рекорд салмағы 189 тонна әскери ұшақты сүйреу. Онтарио штатындағы Сент-Пол шіркеуінде қызмет ететін 51 жастағы канадалық діни қызметкер Кевин Фастас 2009 жылы салмағы 180 тонна болатын Globemaster 3 әскери ұшағын орнынан қозғауға шешім қабылдады. Ол әуе кемесін жылжытып қана қоймай, оны 9 метрге дейін жалғыз өзі сүйрейді. Рекорд әлемдегі ең үлкен мотоциклді құру. Итальяндық механик дизайнер Фабио Реджиани әлемдегі ең үлкен мотоциклді жасап шығарды. Оның биіктігі 5 метрге жетеді. Оны құру үшін итальяндықтың өзі және оның командасы 7 ай үздіксіз жұмыс жасаған. Бұл мотоцикл тек сәндік қондырға ғана емес, сонымен қатар нағыз көлік құралы, өйткені ол қуатты қозғалтқышпен жабдықталған. Рекорд биіктіктен секіру. Швейцариялық клифдивер Ласло Шале биіктіктен секіру бойынша әлемдік рекорд орнатты. Альпіге бара жатып, ол биіктігі шамамен 59 метр болатын табиғи биіктіктен суға секірді. Бұл шамамен 19 қабатты үйдің биіктігі.
Шале қонуы керек резервуардың бетін жұмсарту үшін бірнеше ионизаторлар суға алдын ала батырылды. Рекорд 7,6 шақырым биіктіктен парашютсіз секіру. Американдық скайдайвер және парашютші Люк Эйкинс 7,6 шақырым биіктіктен парашютсіз секіру арқылы әлемдік рекорд орнатты. Трюк тікелей эфирде көрсетілді, сондықтан экстремальдың жетістіктерін бүкіл әлем бақылап отырды. Осындай биіктіктен секіргенде жазатайым оқиғаға тап болмау үшін Эйкинс төмендегі құрылыс шүмектеріне созылған торға түсуі керек болды. Бұл тордың мөлшері футбол алаңының 1/3 құрайды. Эйкинс торға сәтті қонды. Рекорд 201-422 метр биіктіктен баскетбол себетіне доппен түсу. Австралиялық Дерек Херрон Африкадағы Маленсуньяне сарқырамасының басында тұрып, допты баскетболды себетке 201-422 метр биіктіктен лақтырып, әлемдік рекорд орнатты.